қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша екі жеке клиниканың басшысына қатысты тергеп тексеру жүргізуде. 2022 жылы қор мен клиникалар арасында медициналық қызметтер көрсетуге, оның ішінде жылжымалы медициналық пойыз қызметтерін ұсынуға жалпы сомасы 2,4 миллиард теңгені құрайтын шарттар жасалған. Жобаны іске асыру басталғаннан кейін клиника басшысы алаяқтық схема ұйымдастырған. Атап айтқанда, медициналық көмекті іс жүзінде алмаған пациенттер туралы жалған диагноздар мен көрсетілген қызметтерді тіркей отырып, ақпараттық жүйеге жалған мәліметтер енгізген. Күн сайын жалған түрде тіркелген пациенттер саны 90-нан 150 адамға дейін жеткен. Нәтижесінде клиникалар нақты көрсетілмеген медициналық қызметтер үшін қор қаражатынан 682 миллион теңге көлемінде заңсыз төлемдер алған. 2024 жылдың қаңтар айында қылмыстық жолмен алынған табыстың бір бөлігі 364 миллион теңге күдіктінің және оның жұбайының жеке шоттарына шығарылған. Күдікті қамауға алынды. Сот санкциясымен оның мүлкіне, Испаниядағы қала сыртындағы тұрғын үй, Астана қаласындағы пәтеріне, сондай-ақ автокөлігіне тыйым салынды. Тергеп тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.